Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін Құрсаудағы қыз түрік сериалындағы басты кейіпкердің анасының рөлін сомдаған актрисамен танысатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бізде Наляның анасының рөлін қатыгез боп сомдаған актрисамен танысамыз. Ол бізде түрік актрисасы Нұр Сүрер. Нұр Сүрер қандай қиындықтарды басынан өткізді, сол туралы айтатын болам. Түрік актрисасы Нұр Сүрер, шын есімі Нұр Сүрер. 1954 жылы 21 маусымда Түркияның Бурса қаласында дүниеге келген. Ата-анасы Ахмет Сүрер мен Рабия Сүрер. Бурсадағы Анадолу қыздар лицейін бітірген. Ең алғаш рет актриса 1979 жылы Сүндірер фильміне түскен. Ал 1984 жылы Айна фильміне түсіп, шетелдіктердің Оскар номинациясын жеңіп алған болатын. Актриса осы уақытқа дейін 40-тан астам сериалдар мен фильмдерге түскен. 1982 және 1989 жылдары фильм фестивальдерінде, 2012 жылы 14-ші Анкара фестивалінде де ең үздік әйел марапаты үздігіне ие болған. Актриса қазіргі таңда 70 жаста. Актриса 1981 жылы шебер театршы Булен Карабаспен тұрмыс құрады. Буленпен 13 жыл бірге тұрады. Екеуінің арасында Үміт Каябасты атты дүниеге бала келеді. Кейіннен екеуінің әңгімесі жараспай ажырасып кетеді. Кейіннен тағы актриса 1994 жылы бұрынғы Анкара қаласының әкімі Энвер Курайдың ұлы Сарп Курайға тұрмысқа шығады. Нұр Сүрер әрдайым әйел құқығын қорғап жүреді. 2007 жылы 1 мамырда болған жағдайда актрисаны полициялар ұстап алған болатын. Ал ертесіне бостандыққа шығарған болатын. Соңғы кезде актриса Құрсаудағы қыз түрік сериалындағы Наляның анасын сомдап, елге танымал бола бастады. 2007 жылы танымал Асе сериалына да түсіп, Нерменің рөлін ойнап, керемет алып шыққан болатын. Актриса Құрсаудағы қыз түрік сериалындағы ойнаған рөлінде тым қатал, қатыгез ананың рөлін сомдаған. Ол қызының жасаған қателігін немересі жасамаса екен деген ниетпен оны қатыгездеу қылып ұстап, қатты қинаған болатын. Бірақ оны қызы Налян кейін есейген кезде бірақ білді. Сонымен Құрсаудағы қыз түрік сериалындағы Наляның анасының рөлін сомдаған Фариде кейіпкердің рөлінде болған Нұр Сүрер туралы актрисамыз туралы ақпарат осылай. Яғни актриса туралы көптеген ақпараттар жоқ. Сонымен Құрсаудағы қыз түрік сериалындағы Наляның анасының рөлін сомдаған Фариде ханым, ол бізде түрік актрисасы Нұр Сүрер болатын. Тағы да қандай кейіпкер туралы ақпарат білгіңіз келеді, сол туралы төменге жаза кетіңіз.